жүрек төрінен орын алған теңдессіз тұлға Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәлам өмірбаяны жалғасы. Мұсғаб ибн Умайр. Меккедегі ауыр азаптан қажығандардың Эфиопияға қоныс аударып жатқанын естіп, Мұсғаб ибн Умайр де осы көшке ілесуге ниеттенеді. Сөйтіп, хижрет басталғанда қамалып жатқан жерінен қашып шығып, көшке келіп қосылады. Осылайша, Алла жолында ең алғаш қоныс аударған мұхажир сахабалар арасына кіру мәртебесіне ие болады. Меккеде әке-шешесінің Мұсғабқа айтпаған сөзі, істемеген қорлығы қалмаған. Енді міне Мұсғаб та алдамшы үмітпен Эфиопиядан Меккеге қайта оралды. Шешесі бұл мүмкіндікті қолынан жіберіп алмаудың барлық шарасын қарастырды. Баяғыша тар қапасқа қамап қоймақшы. Екеуі де алған беттерінен қайтар емес. Екеуі де өз істерінің туралығына кәміл сенімді. Анасы бауыр еті баласының жас өмірін тәрк етіп, дінге беріліп кеткеніне қамығып жылайтын. Ал Мұсғаб ибн Умайрге ақиқатты көрмейтін анасының қасарысқан қыңырлығы арқасына аяздай бататын. Я, жүрегі иманға толы жас жігіт пен имандылыққа қаны қас ана арасындағы ауыр сынақ, басқалай айтқанда күпірліктегі қасарысқан қырсықтық пен имандағы табандылықтың жан алып, жан беріскен айқасы осылай өрбіп жатты. Дәл осы жағдай қасарысқан ананың бауыр еті баласын өз үйінен қуып шыққанша жалғасты. Анасы Хунас бинт Малик сөзіне құлақ аспағаны үшін балам деп мейірім көрсетуден де бас тартты. Осындай күндердің бірінде тағы да ашу-ыза бойын кернейді. Себебі бұл жолы да Мұсғаб құлшылыққа лайық деп тек Алланы танып, меңіреу пұттарға ешқашан табынбайтынын қадап айтып, үзілді-кесілді бас тартқанды. Білгеніңді істе, бұдан кейін мен сенің анаң емеспін дегенін өзі де аңғармай қалды. Мұсғабты бүкіл нәрседен мақұрым қалдырды. Бұл кездері жан-тәнімен әлпештеген баласын үйден сүйреп шығарып, есігін тарс жапқанда, анам бір күн болмаса бір күні иман келтірер деген Мұсғабтың үкілі үміті де өшті. Ананың ұлынан ажырап қалуы қаншалықты қиын болса, жүрегінде иман нұры тулаған бала үшін де туған анасынан тірідей мәңгілікке айырылу соншалықты жан төзгісіз нәрсе. Алайда Мұсғабты мал-мүлік, байлық секілді дүниелік нәрселер ниетінен айнытып, дінінен, иманынан бас тартқыза алмақ емес. Мал-мүлкін дегенің сөз болып па ол үшін? Жанарында осы дүниелік нығметтерге деген құштарлықтың да, келешегін ойлап қамығудың да табы жоқ. Анасынан бастап бүкіл адамзаттың иман етуіне аса ынтазар болғаны соншалық, анасына өлердегі сөзін айтып, уа анашым, өтінемін, мен тым құрыса бір рет тыңдашы. Қане, дәл қазір сен де жалғыз ғана жаратушы Аллаға иман етіп, Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне сен, деп жалынды. Мұсғаб қанша жерден жұмсақ түрде дағуат жасағанымен, анасы да соншалықты қатыгез, қатқыл әрі дөрекі үнмен, сенің дініңе кіре қоятындай әлі есімнен адасып, жындана қойған жоқпын деп қырсығады. Барлық әрекеті босқа кетті. Амалы таусылған Мұсғаб еңсесі түсіп үйінен кетуге тура келді. Жылы ұясынан ең жақын адамы қуып шықты. Алайда Мұсғаб өз ұясын әлемдегі ең ыстық көңілдің төріне әкеліп салғанды. Расулалланың құзырына келіп, бұдан былай жан-тәнімен Алла елшісіне берілді. Содан қайтып Мұсғаб пайғамбарымыздан айырылмады. Осыдан кейін Мұсғаб та өзге сахабалар секілді жұпыны киім киіп, бірде тоқ, бірде аш жүрген қарапайым адам болып шыға келді. Енді хабабтардың, біләлдердің қатарына қосылған еді. Әрқашан жұпар иіс сеуіп әдемі көрінетін өңі көктем түсе аштық пен қиыншылық салдарынан ісіп кеуіп үлбіреп кетті.
бір күні Мұсхаб сондайдан жиналған топқа қарай аяңдап басып келе жатты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанындағы сахабаларымен бірге Мұсхабқа мейірлене қарап тұрды. Оның әбден арып ашқанмен көңілі көктемдей жайдары қалпын көріп, мейірімді Расул саллаллаху алейхи уассалам көздерінен ыстық жастың қалай ыршып шығып кеткенін де аңғармай қалды. Барлығының бастары төмен түсіп мұңайып қалды. Себебі Мұсхабтың әбден тозығы жеткен ескі көйлегі көздеріне оттай басылды. Оның исламнан бұрынғы жағдайын білетін адамға мына көрініс жанға қатты батары анық. Білал онсыз да кедей еді. Хабаб пен Аммар да жоқшылықты көріп өскен адамдар болғандықтан олардың қазіргі жағдайы көзге үйреншікті көрінді. Бірақ Мұсхаб олай емес еді ғой. Мұны көрген Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалам шыдай алмай, мына келе жатқан Мұсхабты мен бұрын да көретінмін. Әке-шешесі үшін Меккеде одан аяулы, одан қадірлі ешкім жоқ еді. Ал ол осының барлығын дін үшін тәрк етіп, осында келді деді. Мұсхаб мұның ешбірін де қаперге алмайтын, адам жүрегін шаттыққа бөлейтін дүниенің әдеміліктері емес екенін жақсы білетін. Жұдырықтай жүректе иман болса, ол жүректің адам тәнін үнемі ауыр азапқа салғаннан басқа берері жоқ. Алда бір ғана мақсаты бар: күн сайын өз-өзін кемелдендіріп, иманның шарықтау шегіне шықпақ. Күн сайын Алла тағаладан жеткен аяттарды жаттап, ең ұлы ұстазы Алла Расулының саллаллаху алейхи уассалам хақ дінге қатысты күрделі мәселелерді үйреніп, бар ықыласымен аты мен затына лайықты өмір кешуге тырыспақ. Абдулла ибн Сухайлдың исламға келуі. Абдулла ибн Сухайл Құрайш қауымы арасында сөзге шешендігімен де, суырып салма ақындығымен де, сондай-ақ кез келген мәселені оңай шеше алатын тапқырлығымен де аты шыққан Сухайл ибн Амрдың ұлы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайында алғаш рет көкесі Салид ибн Амрдан естиді. Салидтің ерен еңбегінің нәтижесінде мұсылман болған өзге бауырлары Хатиб пен Сакранның Алла Расулын саллаллаху алейхи уассалам жер-көкке сыйғызбай мақтаған әңгімесін естіп қайран қалады. Ол аздай туған әпкесі Үммі Гүлсім мен жездесі Әбу Сәбрада пайғамбарымызға барып иман еткенді. Олардың бойындағы оң өзгерісті байқаған Абдулланың исламға деген қызығушылығы бұрынғыдан да арта түседі. Құдды Меккеде балдай тәтті мөлдір бұлақ пайда болып, жұрттың барлығы жаппай солай қарай ағылып жатқандай еді. Осынау тұп-тұнық мөлдір бастаудан ғана сусындаған жандар жан рахатына қауышып, жүректері иман нұрына шомып жатты. Әйтсе де әкесі Сухайлге бұл жағдай онша ұнай қоймады. Ол болып жатқан ізгі жағдайды өлең күйінде келеке қылса да, Абдулла ибн Сухайл өзінің мұсылман болған көкелеріне деген нық сенімі арқасында әкесінің бұл мәселеде қателесіп жүргенін түсінді. Осының нәтижесінде ата-бабаларынан келе жатқан бұрынғы наным-сенімдеріне күдікпен қарай бастады. Осылайша күндердің күнінде Абдулла да өмірге нәр беретін балдай тәтті әлгі судан сусыны қанғанша ішуге бел буады. Өзіне әрдайым мейірім танытып, барынша жылы шыраймен қарсы алатын көкелерімен бірге пайғамбарымыздың құзырына келіп, тілін калимаға келтіріп, мұсылман болады. Әрине, бұл әкесіне ұнамайтын жайт еді. Сухайл де оңай шағылар жаңғақ еместі. Баласы Абдулланың мұсылман болғанын естігенде ашудан жарылып кете жаздайды. Оны бұл жолдан қайтару үшін не керек болса соны істейтінін айтып ант ішеді. Абдулланы алғаш көрген сәтте-ақ ұстап алып, аяқ-қолын шынжырмен матап тастайды. Абдулланың күн сайын белгілі уақыттарда жейтін таяғы оның күндік азығына
ал естіген былапыт сөздері астың дәмін кіргізер тұздығына айналады. Бұл азаптар оған бітпестей көрінеді. Осыншалықты ауыр азап пен қараңғылық әбден жанына батады. Әкесі қаһарына мінгені соншалық иман жайлы бір ауыз сөз естігісі келмейді. Бір нәрсе айтқысы келген Абдулланы сөйлеуге шамасы келтірмей таяқтың астына жығады. Ол да Аммар секілді азапты күй кешеді. Айырмашылығы, Аммарды азаптап ауыр сөздер айтып ар-намысын аяқ асты еткендер өзге біреулер болса, Абдулланы азаптап жанын көзіне көрсетіп жатқан өз әкесі. Абдулла ибн Сухайл шынжырға матап тасталған жерінен мұсылмандардың Эфиопияға хижрет еткелі жатқанын естиді. Хижрет ететін алғашқы топтың арасында өзінің көкесі Сакран да бар еді. Өмір бойы шынжырға маталып күн сайын әкесінің таяғын жегенше, қалайда бір мүмкіндік тауып қашып шығып Эфиопияға кететін көшке ілесуді армандайды. Абдулла ойындағысын іске асырды да қашып шығып көшкелесті. Сухайл ұлының қолынан сытылып шығып Эфиопияға қашып кеткенін естігенде қаһарына мінді. От шашқан аждаһадай айналасындағылардың зәресін қашырады. Егер осыдан қайтып қолыма түсер болса, оған істейтін сұмдықтарын біртіндеп санамалап береді. Меккеліктердің тегіс мұсылман болғаны жайындағы жалған ақпарға сеніп, қуанышы қойнына сыймаған Абдулла да алғашқы мұхажирлермен бірге кері қайтқан болатын. Әкесін де мұсылман болып беті бері қараған шығар деп үміттенген. Олардың кері қайтып келе жатқаны жөніндегі хабар құлағына жеткен Сухайл ойындағыларды іске асыру үшін екі көзі төрт болып ұлының жолын тосты. Олар Меккеге аяқ басқандары сол-ақ екен. Дайын жүрген Сухайл ұлын қолға түсіріп қайта босанып кетпестей етіп мықтап байлап тастайды. Осылайша Абдуллаға қасіретке толы азапты күндер қайта басталады. Жападан жалғыз тар қапаста қамалып жатқан Абдулланың күн сайын көретіні әкесінің азаптауы мен былапыт сөздері ғана еді. Әбден қажып шыдамы таусылады. Аммардың бастан кешкендеріне бұл да қанық. Мұндай жағдайда Алла тағаланың құлдарына жеңілдік жасайтынын да білетін. Ауыр азап шектен шығып жан төзбестей болған шақта ол да Аммардың тәсілін қолдануға шешім қабылдайды. Яғни әкесінің айтқандарына келісіп бас шұлғыса, мына азаптан бір сәтте болса құтылып жаны рақат табары сөзсіз. Ойындағысы дәл келді. Баласын таяқтың күшімен сабасына түсірдім деп ойлаған Сухайл біраз жібігендей болды. Біртіндеп азаптауын азайта бастады. Сөйтсе де сақтық танытып әрекеттерін сырттай бақылап жүрді. Әке сөзіне қаншалықты құлақ асып жөнге келгенін өзінше таразылаған болды. Біршама уақыттан соң ұлынан күдіктенуді қойып айтқандарына сене бастады. Осы жағдай Бәдір соғысына дейін жалғасты. Екінші хижрет. Қайғы қасірет пен зорлық-зомбылық күн өткен сайын өршімесе азаймайды. Ақыры Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалам бұл қиыншылықтан шығудың жалғыз жолы тағы да сол Эфиопияға көшу екендігін айтты. Өйткені Эфиопияда қалып қойғандардың мамыржай бейбіт жағдайы мен қандай шарттарда өмір сүріп жатқаны жайлы хабар алғанды. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеде қасқалдықтың қанындай тапшы болып тұрған тыныштық пен бейбітшілікке қол жеткізу үшін Эфиопияға көшу керектігін ескертумен болды. Десе де көңіл шіркін Алланың ең сүйікті құлынан саллаллаху алейхи уассалам бір сәт те көз жазып қалғысы келмейді емес пе? Осыны ойлаған Әзірет Осман пайғамбарымызға былай деп мұңын шағады. Уа Расулаллам, ең әуелі ол жерге біз барған едік, енді міне тағы да сол Нажашиге бармақпыз. Әттең, сен де бізбен бірге болғаныңда ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сендер Алла үшін де мен үшін де хижрет етіп отырсыңдар. Сондықтан екі хижреттің сауабы берілетін болады деп көңіліне демеу береді. Бұны естігенде бізге
осы да жетеді, дейді Осман қуанып. Осылайша хижретке аттанатын уақыт та келіп жетті. Алайда бұл жолы мүшриктер көп нәрседен хабардар болып шықты. Аузы күйген үріп ішеді демекші, барынша сақтанып, оларды мұқият аңдумен болды. Оның үстіне осы жолы көшетіндердің қарасы өткен жолғыдан әлде қайда көп еді. Олай болса, сауысқандай сақ қимылдап, барлық сақтық шараларын қолға алып, қауіп-қатерге барынша мән берулеріне тура келді. Қараңғы түсіп, ел жатқан шақта жолға шыққан көш жағалау жақты бетке алды. 101 кісіден құралған бұл топтың 18-і әйел еді. Қанша сақтық танытқанымен мұсылмандардың қолдарынан сусып шығып құтылып кеткенін естігенде құрайыштықтар шын мәнінде абдырап қалды. Алдыңғы кеткендердің жағдайынан және Нәжашидің оларға көрсеткен қамқорлығынан да хабардар болатын. Ал осы жолғы көштің саны алдыңғыға қарағанда әлде қайда көп. Енді шынымен бастары қата бастады. Өз қолдарында тұрғанда шеше алмаған мәселені өзге елдің қамқорлығына өтіп кеткен кезде шешу оңай түспейтіні белгілі. Қайткен күнде де бір амалын табу керек. Онсыз да Хамза мен Омардан тірідей айырылып, таулары бір шағылғанды. Есесіне қас дұшпандары болып табылатын мұсылмандар олардың арқасында күш жинамады ма? Енді міне барлық нәрсе бақылаудан шығып барады. Мүшриктер дереу бас қосып нақты бір шешім қабылдау үшін ұзақ кеңесті. Барлығы бір ауыздан Нәжашиді қалайда көндіріп, өз елдерінен қашып кеткен мұсылмандарды кері қайтаруға байлам жасады. Осы шаруаны түпкілікті тындыруға шамасы келеді деп топшылаған 2 адамды таңдады. Олар Амр ибн Ас пен Абдулла ибн Рабия екеуі де патша құзырында қалай сөйлеу керектігін жақсы білетін, Нәжашимен бұрыннан таныс кісілер еді. Құрайыштықтар мәселені одан әрі ушықтырғысы келмеді. Ең алдымен Эфиопияға баратын 2 елшіге қалай сөйлеп, қалай әрекет ету керектігін қайта-қайта ескертіп, ақыл берумен болды. Және Нәжашиден бастап қасында жүрген ықпалды кісілерге дейін бағалы сыйлықтар әзірлетті. Тіпті осы сыйлықтарды қалай тапсыру керектігі жайында да сабақ берді. Ең әуелі патшадан бұрын жанындағы жақын кісілеріне сыйлық беріп, олардың аузын майлағаннан кейін Нәжашиге тарту таралғы жасап, қашқындарды қайтарып беруін өтіну керектігін тәптіштеп үйретті. Алдын ала қымбат бағалы сыйлықтармен әбден басын айналдырып, айтқандарынан шықпайтындай етіп алған уәзірлер мен үлкен дінбасылар Нәжашидің алдында Құрайыштың елшілерін жақтап сөзін сөйледі деп өздерінше алдын ала жоспар құрды. Жанындағылардың барлығы бір ауыздан мақұл деп елшілерді жақтап тұрса, Нәжаши да оларға қарсы дау айтпай, амалсыз мұсылмандарды өздеріне тапсырады деп топшылады. Нәжашиге жазылған хат және оның жауабы. Осы кезде Алла елшісі дереу хат жазып, оны Амр ибн Умайя арқылы Нәжашиге жолдайды. Хатта өз өлкесінен көшіп жатқан Жахвар ибн Абу Талиб пен жолдастарына жәрдем беріп, қамқорлығына алуын сұрайды. Осылайша Алла елшісі бұл мәселені ел аузында тарап жүрген алып қашпа әңгіме деңгейінде емес, нақты мәліметтерге негізделген ел аралық мәселе ретінде бағамдайды. Тіпті осымен шектелмей болып жатқан барлық жайттан үнемі хабар алып, келешекте туындауы мүмкін түрлі мәселелерге қарай алдын алу шараларын да ойластырады. Хатта былай деп жазылады: Бисмиллахи-рахмани-рахим. Алланың елшісі Мұхаммедтен Нәжашил Асхамға: саған Алланың сәлемі болсын. Сені себеп қыла отырып мен Малик, Құддус, Мүмін және Мұхаймин Аллаға мадақ айтамын. Мен Мариям ұлы Исаның Алланың Бәтүл және арлы Мариямға илқа бойына дарыту орнату еткен бір рухы және калимасы сөзі екеніне куәлік етемін.
ол алла әзірет адамды қалай құдіретімен жаратып жан үрлеген болса, Мариямды жүкті етіп Исаны да өз рухынан үрлеп жаратқан. Сондай-ақ мен сені жалғыз әрі теңдессіз Аллаға және оның достығына маған мойынсұнып, хақтан жеткізгендеріме және маған иман келтіруге шақырамын. Себебі мен Алланың елшісімін. Мен саған бауырым Жағфар ибн Абу Талиб бастаған бір топ мұсылмандарды жіберіп отырмын. Саған барған кезде оларға қонақжайлық танытып, еліңде тұрақтауға мүмкіндік жаса, оларға қиындық тудырма. Шүбәсіз, мен сені және әскерлеріңді бір Аллаға иман етуге шақырамын. Мойныма жүктелген таблиғ міндетімді атқарып, сендерге насихат жасадым. Енді сендер де мұны қабылдаңдар. Сәлем тура жолды таңдап, оны ұстанғандарға болсын. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам хатын оқып шыққан Нажаши көңіліндегінің барлығын айтып, ағынан жарылып, мынадай мазмұнда жауап хат жолдайды. Алланың Расулы Мұхаммедке Нажашил Асхам ибн Абжардан: Алланың сәлемі, берекеті мен мархаматы саған болсын, уа Алланың пайғамбары. Ол сондай Алла, одан басқа тәңір жоқ, ол мені де ислам арқылы тура жолға салды. Сенің жазған хатың мен Иса жайында айтқандарың маған жетті. Уа Алланың Расулы, жер мен көктің Раббысы Алланың атымен ант етейін, Иса да сенің айтқандарыңнан өзге еш нәрсе айтқан жоқ. Сенің бізге жібергендеріңнен және немере інің мен қасындағы жолдастарынан көп нәрсе үйреніп көзіміз ашылды. Мен куәлік етемін, мен де саған мойынсұндым. Немере ініңе қолымды беріп, оның құзырында бүкіл әлемнің Раббысы болған Аллаға иман келтіріп, мұсылман болдым. Саған ұлым Эриха ибн Асхама ибн Абжарды жіберіп отырмын, бірақ менің билігім қазір тек өзіме ғана жүреді. Егер құзырыңа келуімді бұйырсаң, оны бұлжытпай орындаймын. Уа Алланың Расулы, өйткені мен бар айтқандарыңның ақиқат екеніне сенемін. Нажашидің осы жазған хатынан оның Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам хақ жолына шақыруын қабылдайтыны және өз еліне келген мұсылмандарды қамқорлығына алатыны аңғарылғанды. Тіпті егер қаласа бар билігі мен патшалығын тастап, Расулланың құзырына баруға әзір екенін және бұл үшін бір ғана кел деп ишара білдірудің өзі жеткілікті екенін нық сеніммен айтып отыр. Осы жайттың өзі бүгінгі күні ізгілік жаршысы ретінде хақты насихаттаған жандар үшін нағыз үлгі өнеге десе болғандай. Әбу Таліптің талпынысы. Құрайыштықтар Эфиопияға елші жіберу арқылы жұрт назарын өзіне аудартып, өз мүдделерін күйттеуді көздегенді. Қазіргі тілмен айтқанда, бұқаралық ақпарат құралдарында үгіт-насихат жүргізу арқылы қарсы шабуылдау деген сөз. Осыдан ол уақытта да мұндай тәсілдің белгілі бір нәтижеге қол жеткізудегі ең әсерлі әдістердің бірі ретінде жиі қолданылғаны байқалады. Алайда мүшриктердің осынау қитұрқы жоспарын естіген мейірімді Әбу Талиб олардың алдын орағыту үшін тағы да бір білек сыбана іске кірісті. Бұл жолы тек жиені үшін ғана емес, Эфиопияға аттанған көштің ішіндегі туған баласы Жағфардың да хақ діннің аманатын ту етіп сапар шеккен ізгі жандардың да жағдайына алаңдады. Әбу Талиб Меккеде тұрып, қай заманда болмасын кез келген жанның жүрегін елжіретіп, еріксіз мойындататын құдіретті өлең сөздерімен теңіздің арғы бетіндегі Эфиопия патша Нажашиге мынадай үндеу жолдайды. Әттең, жырақта жүрген Жағфар мен Амрдың және туысқан бола тұра дұшпандықта ешкімге дес бермейтіндердің не істеп жатқанын білер ме едің? Нажаши Жағфар мен оның жолдастарын құшақ жайып бауырға баса ма екен? Жоқ, әлде оған бір жамандық жасап кетерге бола ма екен? Сенің жамандыққа жаны қас, ар
ұжданды, жомарт жан екеніңді жақсы білемін. Сенен пана сұрап барғандар сенің қамқорлығыңды көріп, жандары жай табады. Біліп қой, Алла саған дүниелік һәм рухани байлықтардың бәрін аямай берген. Сондай-ақ сен жақсылық пен қайырымдылық атаулының барлығына да иесің. Сен жомарт, жақсылықты сүйетін жансың. Абай бол, бұл қайырымдылығың мен жомарттығыңды әлгі бір-біріне дұшпан болған туысқандар теріс мақсатта пайдаланып жүрмесін. Я, Абу-Талиб тек сүйікті жиені Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам қорған болып қана қоймай, ол аманат етіп тапсырған хақ діннің туын желбіреткен жандарға да қол ұшын созып, теңіздің арғы жағында тұрса да үн қатып көмектесуге тырысты. Меккеліктер ол жаққа кеткендерді қалай кері қайтарамыз деп шабылып жүргенде, ұлы Жафар үшін кіндік қаны тамған өз отанынан гөрі сол жақтың қауіпсіз екенін ойлап, әкелік махаббат пен мейірімді жинап қойып, не болса да ұлының сонда қалуын қалады. Ол өзінің бұл ниетін сол кездегі хабарласудың ең жылдам әрі ықпалды түрі өлең тілімен жеткізді. Осылайша мүшриктердің елшілері бармай жатып, Нәжашиге өз мұңы мен үмітін білдірді. Елшілер мен Нәжаши, мұсылмандар ұзақ жол жүріп, әне-міне дегенше Эфиопияға да жетіп, аман-есен ат басын тірейді. Осы өлкеде бар ықыласымен намазға тұрып, дауыстап Құран оқуға мүмкіндік туғаннан соң, арқаны кеңге салып, жандары жай тапқандай күй кешеді. Арада көп өтпей-ақ құрайыштықтардың жіберген екі елшісі де тарту таралғыларынан алып Эфиопияға жетеді. Меккелік атқамінерлердің кеңесі бойынша ең әуелі дінбасылары мен сарайдағы ықпалды тұлғалардың барлығын жеке-жеке аралап, әкелген сыйлықтарымен оларды қарық қылып, ауыздарын майлайды. Кездесіп, сыйлық берген әрбір адамнан патшаның құзырында өздерін қолдап, сөздерін сөйлеулерін және Меккеден осында келген мұсылмандарды кері қайтаруға көмектесулерін сұрайды. Осы ойларын пысықтай түсіп, қазір патшаларыңның қарамағына біздің елден қашып келген бір топ жел өкпе жастар паналауда. Олар өз діндерінен безіп, сендердің діндеріңді де мойындамайтын, біздердің де, сіздердің де біле бермейтін жаңа бір дінге кіріп кеткен адамдар. Біз патшаның құзырына шығып, оларды бізге тапсыруын сұраймыз. Сендерден бар тілеріміз патшаның құзырында. Мәселе қозғалғанда біздің сөзімізді сөйлеп, әлгілердің патшамен тілдесуіне мүмкіндік бермей, дереу оларды бізге тапсыруға жағдай жасауларыңды өтінеміз. Өйткені екі көздері төрт болып күтіп отырған меккеліктердің бар назары осында, дейді. Қандай сұмпайы ұсыныс, өздерін сүттен ақ, судан таза қылып көрсетпек. Ол аз болғандай, өз елдерінде жұрт арасына алауыздық салып, ойран-топан жасағанымен қоймай, енді сендердің елдеріңде бейбастық жасап, жұртты дүрліктірмекші. Бала-шағаларыңнан айырып, діндеріңнен бездірмекші. Осылай абыройларыңды айрандай төгіп, беделден жұрда етеді, деген түрлі арандатушы сөздерді аямай үйіп төгеді. Өздерін пәледен сақтандырушы жанашыр жандардай етіп көрсетіп бағады. Сондықтан өздері жолықтырған кісілердің барлығы да көмектесеміз деп сөз береді. Ақыры жоспарларының алғашқы бөлімі сәтті жүзеге асып, Нәжашидің адамдарының барлығын айтқандарына көндіреді. Ендігі жерде Нәжашиге әкелген сыйлықтарын тарту етіп, мәселені құзырына жеткізу ғана қалғанды. Алдын ала кездесу уақытын белгілейді. Кездесу сәтті жеткенде Нәжаши меккелік елшілерді қабылдайды. Сәлем беріп әкелген тарту таралғыларын тапсырғаннан соң, Амр ибн Ас пен Абдулла ибн Рабия негізгі мәселелерін айтады. Естуімізше, біздің елдің не істеп жүргендерін өздері білмейтін кейбір есерсоқ жастары өз қауымының дінінен безіп, сенің еліңе келіп паналаған екен. Алайда олар сендердің не діндеріңді қабылдамайды. Өздері жаңа бір дін ойлап тауып шатасып жүрген жайлары бар. Бұрынғы өткен бабаларымыздың және ел ағасы билеушілеріміздің атынан келдік.
Әлгі есерсоқ жастарды біздің қолымызға беруіңізді сұраймыз. Өйткені ол кісілердің де бүкіл назары сол жастарда. Олардың не істеп не қойып жүргендерін жақсы біледі. Бұл мәселенің қалай өрбіп жатқанынан да хабардар. Осыларды айтып жатқан кезде Амр мен Абдулланың көздері Нажашидің қас-қабағын аңдумен болды. Оның жүзінен істің ендігі жерде қалай өрбитінін байқауға тырысты. Нажашидің түнерген қабағы әрине оларға ұнай қоймады. Өздерін аса ден қойып тыңдауға құлық танытпағанын, мәселеге өзінше пайым жасап бағалап отырғанын аңғарды. Алайда олар барын салып бір нәтижеге қол жеткізбей кері қайтпауға бекінді. Сол себепті айнала қоршаған дінбасылары мен уәзірлерге жалтақ-жалтақ қарап, өздеріне қолдау жасауын күтті. Олардың қолдауы арқылы патшаның райын өзгерткілері келді. Сондай-ақ мұсылмандар патша құзырына келмей тұрғанда олар жайында жағымсыз мәліметтері беріп қалуды жөн санады. Олардың басқалар секілді иіліп сәлем бермейтіндіктерін, билігі мен беделін мойындамағандықтан патшаға әсте-сәжде жасамайтындықтарын айтты. Міне, дәл осы тұста дінбасылардың бірі сөз алып, бағанадан бері алақ-жұлақ еткен елшілердің жүздері жадырап сала берді. Әлгі дінбасы: бұлар дұрыс айтады. Дәл қазір дүйім жұрттың назары осыларда. Ең дұрысы, адамдарын өздеріне тапсырайық, өз мәселелерін өздері шешіп алсын деп өз ойын білдірді. Сол кезде Нажаши елшілерге тесіле қарап тұрып: ешкімді сендердің қолдарыңа жайдан-жай бере салмаймын. Олар менің патшалығымдағы әділеттікке иек артып, басқа ешқайда бармай, менің елімді паналап отырған жандар. Сендердің айтқандарыңа құлақ асып, өз қолыммен оларды алдарыңа салып бере алмаймын. Оларды да таңдауым қажет. Шынымен айтқандарың рас болса, адамдарыңды қолдарыңа тапсырамын. Ал жағдай сендер айтқандай болмаса, онда ешбірін менің қолымнан алып кете алмайсыңдар. Оларға елімде тыныш бейбіт өмір сүруі үшін барынша жағдай жасаймын. Тіптен діни наным-сенімдерін еркін атқаруы үшін қолымнан келген көмекті аямаймын деді. Бір сәт айнала құлаққа ұрған танадай тып-тыныш бола қалды. Нажашиді қыспаққа алу үшін небір жоспарлар құрмап па еді? Енді міне, бұл ойларының ешбірі іске аспайтын түрі бар. Тағы да патша өз бетінше әрекет етуде. Алайда бірден патшаның ығына жығыла салуға тағы болмайды. Өйткені Құрайш қауымының бар үміті өздерінде. Нажаши өзін паналап келген мұсылмандарды құзырына шақырып, оларды да тыңдағысы келді. Патша сарайындағы оқиғалардан азды-көпті хабардар болған мұсылмандар Нажашидің шақыртуы келгенде өзара сөйлесіп, патшаның алдына барғанда не айтамыз деді бірі. Алла атымен ант етейін, білгенімізді айтамыз. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам алдын ала не болатынын көріп-біліп бізге айтқандарының барлығын айтамыз деді екіншісі. Осылайша мұсылмандар Нажашидің құзырына келіп кірді. Демдерін іштеріне тартып, әліптің артын бақты. Мұсылмандардың патша құзырына келіп кіруінің өзі өзгеше болды. Бұл жағдай өзгелердің де назарынан тыс қалмады. Мұсылмандар патшаға сәлем берді де, бірақ басқалар секілді сәжде жасамады. Нажаши мұның мәнісін сұрады. Бұл жерге неге келдіңдер? Неліктен менің елімді таңдадыңдар? Себебі сендер не саудагер емессіңдер, не өз елдеріңнің атынан менен еш нәрсе де талап етпедіңдер. Жаңадан шыққан пайғамбарларың кім? Ол қандай ақиқатты дәріптеуде? Неге маған өзгелер секілді сәлем бермейсіңдер? Мариямның ұлы Иса жайында ойларың қандай? Айтыңдаршы қане. Өз қауымдарыңның дінінен неліктен бездіңдер? Біздің де осы аймақтағы басқа да діндерге ұқсамайтын сендердің діндерің қандай дін өзі? Деп көкейіндегі сауалдарын біртіндеп қоя бастады. Жафар ибн Абу Талибтің жауабы. Нажаши діни кітаптарды қарауы үшін дінбасыларын да құзырына шақырды. Ол
өз діні мен ислам діні арасындағы айырмашылықты салыстыра отырып бір шешім қабылдауды жөн көрді. Мұндай жағдайда аз да емес, көп те емес, нақты әрі дәл жауап берілуі тиіс болатын. Сәл ғана үнсіздіктен кейін араларынан Жафар ибн Абу Талиб ортаға шығып: «Біз саған ең әуелі Алла Расулының саллаллаху алейхи уассалам сәлемін бердік. Бұл сәлем сондай-ақ жәннаттықтардың да сәлемі. Бұл сәлем біздің ішкі әлемімізге жаңаша өмір сыйлады. Ал сәждеге келер болсақ, біз тек Аллаға ғана сәжде жасаймыз» деп алғашқы екі негізгі мәселеге түсініктеме жасап, жауабын дәл берді. Осыдан кейін сөздің бағытын сәл өзгертіп: «Мына елшілерге 3 сауал қоюыңызды сұраймыз» деп өтініш жасады. «Ал сұрай ғой», деді Нәжаши. «Бұлар бізді алып кетіп біреудің қолына тапсыратындай, біз қожайынынан қашқан құл ма екенбіз?» Нәжаши елшілерге қарап: «Әй әмір, бұлар құл ма?» деп сұрады. Жанын алса да өтірік айтуға намысы жібермеген Амр амалсыздан: «Жоқ, бұлар құл емес. Керісінше арамыздағы абыройлы беделді кісілер», деді. Құрайш елшілері алғашқы сөзден осылайша ұтылып қалды. Жафар екінші сұрағын қойды: «Олардан сұраңыз, уа мәртебелім, бізді кері алып қайтып әділдік орнататындай, біз қан төгіп, немесе кісі өлтіріп, қысастан қашып жүрген қылмыскерлер ме екенбіз?» Әзірет Жафар тапқыр ойымен және өткір тілімен Құрайш елшілерін тағы бір рет тығырыққа тіреді. Шынында сөздің де өзіндік ғаламат күші бар емес пе? Жафар қолда барда осы күшті пайдаланып қалуға тырысты. Оның сөздері Құрайштардың өңменінен өтіп, алға тартқан сылтауларының барлығын тас-талқан етіп қиратып жатты. Нәжаши тағы да елшілерге бұрылып: «Бұлар қасақана кісі өлтірген қылмыскерлер ме?» деп сұрады. «Жоқ, бұлар қан төккен емес», деді Амр. «Иә, шынайы ізгілік, шынайы сенімділік деген дұшпанның өзін мойындататын осындай парасат емес пе?» Енді кезек соңғы сұраққа келді. «Бізді жауапқа тартып, құн талап ететіндей, біз өзгелердің дүние-мүлкін тонаған, немесе ұрлаған қарақшылар ма екенбіз?» Патшаның көзі тағы да елшілерге қарай ауды. Біреуді өлтіріп, қан төкпесе, өзгелердің ар-намысын аяқ асты етпесе, қожайынынан қашқан құл болмаса, бұл адамдарда нендей шатақтары бар? Сондықтан Нәжаши Жафардың соңғы сауалын Амрдың сұрағанда зілді дауыспен былай дейді: «Егер бұл кісілердің сендерге қандай да бір қарызы болса, онда оған мен кепіл боламын». Елшілердің ісі осылайша басталмай жатып бітуге жақын қалған еді. Тым құрыса, мыналардың алдына жер болып сенімнен шығып қалмауды ойлаған Амр бір тиын да қарыздары жоқ деп ағынан жарылды. Ендігі жерде сауал беру кезегі өзіне келген патша: «Олай болса, бұларды ала алмай жүрген қандай ақыларың бар?» деп сұрады. Құрайш елшілерін тұйыққа тіреген сауал болды мұнысы. Айтып қалар жалғыз ғана уәждері бар еді: «Біз құрайштықтар бір ғана дінді ұстанып, бір ғана дін бізді айрандай ұйытып басымызды біріктіруші еді. Мыналар жаңа дін шығарып елдегі бірлікті бұзды. Сондықтан оларды алып кетуге келдік», деді. Барлығы түсінікті болды. Басын ашып алуға тиісті негізгі мәселенің кезегі енді келген болатын. Патша Жафарға бұрылып одан: «Сендер күні бүгінге дейін неге сеніп келдіңдер? Қазір қандай дін ұстанасыңдар?» деп сұрады. Сол кезде Жафар өзіне тән байыпты үнмен: «Кешеге дейін біз шайтанның азғыруына ерген надан қауым едік. Бұттарға табынып, өлексенің етін жейтінбіз. Зинақорлық жасап, туысқандық, ағайындық қарым-қатынасқа немқұрайлы қарап, көрші ақысын көзге ілмейтінбіз. Әңгіменің ашығы, кім күшті болса сол әлсізді, әлжуазды езіп жаншитын. Сөйтіп жүргенде Алла Тағала өз арамыздан ата-тегі, адалдығы мен сенімділігі елге мәлім, аманатқа берік екеніне өз көзімізбен куә болған, ар-ұяты немен намысы ел аузында аңызға айналған бір пайғамбар жіберді. Ол бізді Алланың жалғыз һәм
теңдессіз екенін мойындап, тек соған ғана құлшылық етуге шақырды. Ата-бабадан салт-дәстүр ретінде келе жатқан және өз қолымызбен тас пен топырақтан жасап алған пұттарға құлшылық етуден тыйылуды насихаттады. Сондай-ақ бізді тура сөйлеуге, аманатқа қиянат жасамай, берген уәдеге берік болуға, ағайын-туыстармен жақсы қарым-қатынас орнатып, олардың хал-жағдайын үнемі сұрап тұруға, көрші-қолаңдарымызбен тату тұрып, олармен жақын қатынас жасауға үгіттеді және осыларды істеуді бұйырды. Керісінше, түрлі харам нәрселерден бойымызды аулақ салуды ескертіп, қан төгуге, зинақорлық жасауға, біреудің сыртынан өсек айтып, өтірік сөйлеуге, жетімнің ақысын жеуге және арлы иманды әйелдерге жала жабуға қатаң тыйым салды. Сонымен қатар, теңдесі жоқ жалғыз Аллаға құлшылық қылып, оған ешқандай серік қоспауды, намаз оқып, ораза тұтуды, зекет беруді бұйырды. Ал біз оның айтқандарына мойынсұнып, иман келтірдік. Айтқандарының рас екенін мойындадық. Алла тағаладан жеткізген нәрселерін ұстанып, бір Аллаға ғибадат жасап, оған еш нәрсені тең көрмедік. Содан кейін харам қылған нәрселерінен бойымызды аулақ салып, адал еткендерін қанағат қылдық. Сол-ақ екен, мына қауымымыз бізге қарсы таптап беріп, адам төзгісіз зорлық-зомбылық көрсете бастады. Дінімізден бас тартқызу үшін Аллаға құлшылық қылуымызға кедергі жасап, түрлі харамға қайта оралуымыз үшін біздерді мәжбүрлеп қинады. Тағы да сол баяғы қолдан жасалған пұттарға табынуға итермеледі. Бізге жасаған жауыздықтары шектен шыққан соң еркіндікті аңсап, сенің еліңді келіп паналадық. Басқа елдерден сенің еліңді артық көріп, осында келдік. Сенің құзырында ешкімнің қиянат көрмейтініне үміттеніп, сенің әділдігіңе сенім арттық, деді. Жафардың бүкіл мән-жайды қысқаша ғана түйіндеп берген баяндауынан кейін Нәжаши, оның Алла тағаладан жеткізген нәрселері сендерде қазір бар ма деп сұрады. Жафардың сөздері Нәжашиға қатты әсер еткені байқалып тұрды. Екпіні әлі басыла қоймаған Жафар әлбетте бар деді. Олай болса маған оқып бересің бе дегенде Жафар Мариям сүресін басынан бастап оқи жөнелді. Адам жанын баурап алатын ғажайып әуез сарай ішін кернеп кетті. Көп өтпей жатып-ақ Нәжашидің жанары мөлтілдеп, көзінен жас аққаны байқалды. Мәжілісте отырған басқалар да, дінбасылар да Нәжашимен бірге жылап тұрды. Тіпті ағыл-тегіл жылағандары сонша көз жастары сақалдарын жуып, алдарындағы кітаптары ылғалданып қалды. Одан әрісіне шыдай алмаған Нәжаши, мына тыңдағанымыз бен Исаға түскендер ортақ қайнар көзден келіп жеткен нұрлы сәулелер. Олардың бір шам шырақтан тарағаны айдан анық. Айтқандарыңның бәрі де ақиқат. Сендер де шындарыңды айтып отырсыңдар. Пайғамбарларың расында да садықұл әмин, сенімділердің сенімдісі, деді де Құрайштықтардың екі елшісіне қарай бұрылып, қане, келген іздеріңмен кері қайтыңдар. Алланың атымен ант етейін, бұларды сендердің қолдарыңа ешқашан тапсырмаймын, деді. Екі елші қаққан қазықтай қақшиып қатты да қалды. Айнала қоршаған дінбасылар мен уәзірлер де түк түсінбей мәңгіріп отырды. Бастары салбыраған күйде патша құзырынан шығып кетуден басқа амалдары қалмады. Әйтсе де, олар да оңай беріле салғысы келмеді. Патшаның шешіміне наразы болып, өздеріне қолдау көрсететін кісілер де бар еді. Айналадағы жағдайды ойша таразылап алған соң Амр ибн Ас, көр де тұр, ертең-ақ олардың көзін құртамын, деді ызалы үнмен. Абдулла ибн Абу Рабия әлі де болса сабырлық танытып, керегі жоқ, олай істеуші болма, қанша жерден бізге қарсы шығып сөзімізге құлақ аспаса да, олар біздің туысымыз ғой, деп жауап қайтарды. Осылайша өз араларында біршама даурығысқаннан соң ертесі күні тағы да патшаның алдына кіруге бел буды. Ертесі күні таңертең салтанатты жиын басталып, екі елші патшаның құзырына қайта келді.
қолайлы сәттің бәрінде Амр ибн ас ортаға суырылып шығып: «Уа мәртебелім, расында да олар Мариямұлы Иса жайында тым жағымсыз сөздер айтады» деді. Эфиопиялықтар христиан болғандықтан мына сөзге ойланып қалды. Көптің алдында айтылған мына сөздің ақ-қарасын айқындап алу қажет еді. Сөйтті де дереу мұсылмандарға хабар салып, қайтадан патша құзырына шақырды. Мұсылмандар табалдырықтан аттар аттамастан: «Сендер Мариямның ұлы Иса жайында не ойлайсыңдар?» деп сұрады. Бұл сауалға жауап қайту үшін Жафар ибн Абу Талиб сөз алды. Бір қадам алға шықты да: «Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам бізге түсіндірген нәрселерін ғана айтамыз. Шүбәсіз, Иса Алланың құлы әрі адамзатқа жіберген елшісі. Өз рухының бір бөлшегі, арлы да абыройлы пәк Мариямға үрлеген бір кәлимасы, сөзі», деді байсалды қалпын өзгертпестен. Нажашидің де күткен жауабы осы болатын. Бейне бір сезімге бой алдырғандай Нажаши дегбірсіздене орнынан түрегелді де қолындағы таяғымен жерге бір сызық сызды. Содан соң әлгі сызықты көзге шұқ қылғандай: «Уаллахи, сенің айтқандарың мен біздің білетіндеріміз арасында мына сызықтай да айырмашылық жоқ», деді. Бұл сөзді естіген кейбір дінбасылардың мазасы қашып, мұрындарының астынан бір нәрселерді міңгірлеп сөйлей бастады. Оған мән бермеген Нажаши Жафар мен оның жолдастарына мойнын бұрып былай деді: «Алланың атымен ант етейін, сендерге қастық ойлап, тұзақ құрғысы келіп жүргендердің дегені болмайды. Емін-еркін осы елге орналасыңдар. Сендерге қырын қарағандар менімен есептесетін болады. Тағы да қайталаймын, сендерге тиіскендердің сазайын өзім беремін. Ант етейін, сендердің бастарыңа болмашы бір қиындықтың өзі тумас үшін салтанатты патшалығымның өзін құрбан етуге бармын». Осыларды айтып болған соң Нажашидің назары қасындағы уәзірлерге ауды. Бір нәрсе айтқысы келіп тұрғаны белгілі еді. Құдды жаны жай тапқандай: «Мыналар жанымда қалса маған қысым көрсетеді, сосын әділ шешім шығара алмаймын» дегендей оларға былай әмір етті: «Мына кісілердің әкелген сыйлықтарын өздеріне қайтарып беріңдер. Мен оған мұқтаж емеспін. Алла тағала маған мына салтанатты бергенде менен пара алған жоқ қой. Олай болса, мен неге алмақпын?» Бұл құрайыштықтарға үлкен соққы болды. Осыдан кейін мұсылмандар үшін Эфиопия емін-еркін намазға тұрып, ашықтан ашық Құран оқи алатын, ислам дініне қатысты Алладан келген аяттарды өзара еркін түсіндіріп, насихаттайтын бейбітшілік аралына айналды. Тіпті бірде Нажашидің еліне сырттан қауіп төнгенде мұсылмандар да қатты алаңдап, Нажаши үшін қол жайып, Аллаға дұға етіп, оған рухани қолдау көрсетті. Нажашидің әскерлерінің дұшпанды жеңіп, бейбіт өмірлерінің қайта жалғасуын тіледі. Ақыры бұл соғыста Нажаши әскерлерінің жеңіске жеткенін естігенде қуаныштары қойындарына сыймаған. Эфиопия мұхажирлері өздеріне мұндай мүмкіндікті сыйлаған Алла тағалаға шексіз ризашылығын білдіріп шүкіршілік айтты. Эфиопиядан жеткен қуанышты хабар: «Я, жалғанды жалпағынан басып, қай жағында жүрмесең де өмір мен өлімнен қашып құтылмасың анық. Сондықтан тағдырдың жазуымен Эфиопиядағы мұсылмандар да бір жақтан перзент сүйіп қуанышқа бөленіп жатқанда, екінші жақтан ағайыннан айырылып көңіл құлазыған күй кешті. Осынау қуанышты қайғылы хабарлар Мекке жамағатына да арасын суытпай хабарланып отырды. Ең алғаш Хатиб ибн Харистің отбасында Мұхаммед пен Харис атты екі ұл дүниеге келді. Көп өтпей Хатиб қайтыс болып, артынша ағайынды Муталиб ибн Асхар, Тулайб ибн Асхардың бұл дүниемен қош айтысқаны жөнінде суыт хабар жетеді. Осылайша Абдурахман ибн Ауфтың немере інілері болып келетін осы екі сахаба ислам дінінің алғашқы мұхажирлерінің бірі ретінде осы жерде өз есімдерін мәңгілік өшпес алтын әріптермен жаздырып қалдырады. Сондай-ақ
мұсылмандар үшін бейбітшілік аралына айналған Эфиопияда күн санап мұхажирлердің ортасы дүние есігін ашқан жаңа нәрестелермен толығып, жаңа буынның өсіп жетіле бастауына куә болады. Хатибтен кейін Салид ибн Амрдың отбасында ер бала дүниеге келеді. Оған әкесі Салид деп өз атын қояды. Іле-шала Салидтің қарындасы Сахла босанып, Абу Хузайфа екеуі ұл сүйеді, оны Мұхаммед деп атайды. Дүниеге бала әкелу үрдісі бірінің артынан бірі осылайша жалғасын табады. Аяш ибн Рабия мен Асма бинт Салама да ұлды болып атын Абдулла деп қояды. Қандай хикметі бар екенін кім білсін, әйтеуір бұл жерде өмірге келген сәбилердің барлығы дерлік ер бала болады. Осының артынша пайғамбарымыздың сүт емшек тез бауыры әрі әкесінің қарындасы Барраның ұлы Әбу Салама мен Үммі Саламадан да бір бала дүниеге келеді. Оның атын Ғұмар деп қояды. Алғаш қыз бала Убайдулла ибн Жахш пен Рамла бинт Абу Суфиян отбасын қуанышқа бөлейді. Рамла дүниеге келген қызына Хабиба есімін бергендіктен бұдан былай Үммі Хабиба деп аталады және бертін келе осы лақап есімімен қалың жұртшылыққа танымал болады. Ибн Жахш әулеті Эфиопияға әжептәуір кісімен хижрет еткенді. Ағайынды Абдулла Абу Ахмед және Убайдулла қарындастары Зейнеп пен Убайдулланың әйелі Абу Суфияның қызы Үммі Хабиба және Хамна бинт Жахш Эфиопияға қоныс аударған ұлы көштің арасында болды. Бұл дүниеде адам басына небір сынақтар келеді емес пе? Жахш әулетінен Убайдулла ибн Жахш өзіне беймәлім ортаға келгендіктен жергілікті халықтың ықпалына еріп христиан дініне өтіп кетеді. Хижрет мақсатымен көшіп келіп, осылайша Эфиопияда жүріп жолынан адасады. Алайда Убайдулланың өмірі көпке созылмай, христиандықты қабылдағаннан кейін көп ұзамай дүние салады. Тіптен Убайдулла ибн Жахш әйелі Үммі Хабибаны да христиан болуы үшін мәжбүрлеген еді, бірақ онысынан түк шықпады. Әйтсе де, әр нәрседе бір қайыр бар демей ме? Кім білсін, бәлкім Алла тағала Убайдулла ибн Жахшты үлгі етіп, ешкім өз өмірінің ақыры немен бітетініне сенімді болмауы керектігін көрсеткен шығар. Сондай-ақ мұсылмандарға басқа мәдениет өкілдерімен қарым-қатынасқа түскенде өз құндылықтарына берік болу қажеттігін де нұсқаған болар. Әлбетте, әрбір жаңа мәдениет пен мәдени ортаға енген мұсылмандар үшін белгілі бір деңгейде тәуекел бар екені рас. Дегенмен ең тәуекелші жандар ғана мол табысқа кенелетіні өз алдына бір ақиқат. Мұсылмандар жалғыз ғана Убайдулла ибн Жахштан айырылып қалғанымен, уақыт өте келе Эфиопияда жүздеген адам ақиқатқа бет бұрып ислам дінін қабылдайды.